Сәлем достар, мен бүгін сіздермен өте дәмді жұмсақ болып шығатын асқабақпен және етпен жасалатын бәлішті сіздермен бөлісетін боламын. Ең алдымен табағымызға бір жұмыртқамызды жарып жіберіп, үстінен сары майды құйып алдым. Оның үстінен қаймағымызды салып аламын. Яғни сары майдың орнына өсімдік майы немесе маргарин қоссаңыздар да болады. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша тұз саласыздар, және мен 2 қасық қобыздықышты салып жібердім. Яғни кішкентай қасықтарымызды толтырмай салыңыздар. Енді осыларды жақсылап араластырып, біркелкі болған соң, үстінен ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамыр қатты болмауы қажет, ұнды көп салып қоймаңыздар. Қамырымызды илеп алып, жақсылап біраз тұндырып қоямыз. Яғни тұнғанша біз ішіне салатын салмамызды дайындап алатын боламыз. Салмамызға мен етті осылай турап алдым, пиязды кубик етіп барлығыны бірге турап, енді араластыратын боламыз. Еттің орнына фарш салсаңыздар да болады. Және мен азғантай қойдың құйрығын салып жібердім. Өздеріңіздің қалауларыңызша тұз салыңыздар. Мен қара бұрыш салдым, және де басқа дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Енді осы салмамызды жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Сосын дайын болған қамырларымызды 2-ге бөліп алдым. Біреуі үлкендеу, біреуі сәл кішілеу етіп. Енді қамырларымызды қолымызбен жақсылап жайып аламыз. Яғни қамырларымыз жұмсақ, қолмен тез жайылады. Енді осылай жайып алған қамырымызды мен пергамент салынған листке салдым. Пергамент болмаса, жай азғантай майлап жіберсеңіздер де, немесе фольга төсесеңіздер де болады. Енді салмамызды қамырымыздың үстінен салып аламыз. Және қасықпен барлық жерін біркелкі етіп дұрыстап шығамыз. Осылай салмамызды реттейміз. Реттеп болған соң, екінші қамырымызды осының үстінен жауамыз. Яғни осылай жауып, енді 2 қамырымыздың 2 шетінен бірге біріктіріп шығатын боламыз. Осылай біріктіріп шықтым. Енді біріктіріп шыққан соң, мен үстінен жұмыртқа жағатын боламын. Яғни жұмыртқаны жақсаңыздар, бәліштеріміздің үсті жылтырап, біркелкі әдемі тегіс болып піседі. Енді жұмыртқамызды жағып алған соң, мен бетінен күнжіт сеуіп алдым. Яғни оны сепсеңіздер де, сеппесеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңыз. Күнжіттің орнынан кәдімгі қара бұрышты қойып шықсаңыздар да болады, немесе ақ күнжіт сепсеңіздер де болады. Ол пирогтың, жаңағы бәлішіміздің сәнін келтіреді. Енді осындай вилкамен әр жерінен бір тесіп шығамыз, яғни ауа кіруі үшін. Және бәлішіміздің ортасынан мен пышақпен азғантай жеріні осылай кішкентай тесіп қойдым. Енді бәлішімізді 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп алдым. Бәлішіміз дайын болды. Қамыры өте жұмсақ болып шықты. Пышақпен тез кесіледі, қатты емес. Ішіндегі салмасы да сулы, яғни сочный дейміз ғой. Сочный болып, осындай әдемі болып пісті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді. Асқабақтың орнынан басқа да картошкамен ет, немесе тек фаршпен пиязды салып дайындасаңыздар да болады. Ас болсын.